Семей қаласындағы номер 11-ші жалпы орта білім беретін мектептің 4-ші В сынып оқушысы Отанов Ислам Абай атамыздың 175 жылдығына орай Абайдың өлеңдерін ұсынамын. Абай қыз. Ақ киімді денелі ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік аяз бен қар, кәрі құда қыс келіп әлек салды. Пұшпадай бөркін киіп оқшырайды, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазаңдалды. Борандай бұрқ-сақ етіп қолданғанда, алты қаны тақурда үйше қалды. Әуез көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Абай күз. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін қойғаным артылғаны ма, жылқы ойнап бие қашып тай жарысқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жасар күлмес жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсіп етіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Абай жаз. Жазғы күн шілде болғанда, көк орай шалғын бәйшешек ұзарып өсіп толғанда, көкірек жатқан өзенге. Көше балыл қонғанда, шұрқырап жатқан жылқының шалғыннан жонан құлтылдап, ат айғырлар биеле, бүйір шығып ұңқылдап, суда тұрып шыбындап, құйрығымен шалпылдап, арасында қомықтай, жоғары айнала жауып бұлтылдап, жоғары төмен үйрек қас, шоқ қоса сымпылдап. Абай көктем. Жазғы тұры қалмайды қыстың сызы, басатудай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, ата-анадай елжірер күннің көзі. Жаздың көркі енеді жоқ сумен, жайраңдасыр жас күлер құрбысымен. Көрден жаңа тұрғандай кемпірмен шал, табандасар өзінің тұрғысымен. Ойдағы ел ойдағы елмен араласып, күлімдесіп көрісіп құшақтасып, шаруа қуған жастардың мойны босап, сыбырласып сырласып балқан басып. Түйе боздап құм қыздап қырады шу, көбелекпен құстарда сайда ду. Гүл мен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұраңдап ағады су. Назарыңызға көп рахмет.